Сәлем баршаңызға. Бүгін үй жағдайында нан пісіретін боламыз. Ол үшін бізге 1 килограмм ұн керек. 1 келі ұн. Және 1 ас қасық ашытқы керек. Құрғақ ашытқы дрожжы. Енді 2 ас қасық шекер саламыз. 1 ас қасық тұз саламыз. Енді мынау 500 грамм су құямыз. Бөліп құямыз. Сылап араластырамыз. Енді мынау 5 қасық сұйық май. Шамалысын алып қаламыз. Сылап араластырамыз. Енді қалғанын құямыз. 50-100 грамм ұн плюс-минус жүреді. Оның ауырлығына, жеңілдігіне қарап. Енді қолмен араластырамыз. Қолмен елейміз. Нанымызды елеп болды. Енді қалған сұйық майымызды құйып араластырамыз тағы да. 2 сағат тұрған нанымызды енді түсіріп енді бұны 2-ге бөлеміз. 2-ге. 2-ге бөлеміз. Тағы 2-ге бөлеміз. Сонда 4-ге бөлеміз. Бұны енді бұлай думалатып қоямыз. Бұны енді тағы да бір 15-20 минутқа қоямыз, бетін жауып. Тағы көтерілу керек. 2 күлше қылсаңыздар да болады. 2, 4 қылсаңыз да болады. Кішкентай қылсаңыздар да болады. Мен осылай 4-ге бөлемін. Көтеріліп тұрған нанымызды осылай ортасынан жаймен басып ашамыз арасын. Сосын мынандай басатынмен бітіп басып шығамыз ортасын. Келесісінде бүйтіп қарапайым үй жағдайында нан лепешка болады ғой, қазақша, орысша айтқанда. Енді бұны бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Осы жұмыртқаның сарысын нан бетіне жағамыз, нанның бетіне. Енді 200 градуста 40-45 минутын өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар. Пісіріп аламыз. Лепешкамыз осылай пісіп шықты. Просто ыстықтау болып тұр, міне жіп-жұмсақ. Тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Байыса қазақ байысын. Сіздермен болған Эльмира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.